Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен қамыры езілмейтін тұшпара дайындаймыз. Алдымен таразымыз қажет болады. Ыдысымызды өлшеп нөлге қойып аламыз. 500 грамм ұнды өлшеп аламыз. Ұнымыздың үстіне 2 қасық сұйық май құямыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп қойыңыздар. Үстіне 2 жұмыртқа салып, және суымызды өлшеп құямыз. Бізге 200 грамм су қажет. Суымызды өлшеп алдық. Үстіне құйып, жақсылап илеп аламыз. Бізге таразы қажет болмайды. Алдымен осылай қасықпен осылай жақсылап жан-жағын жинастырып аламыз. Қолға икемді болады. Ешқандай ұн қажет етілмейді. Міне бізде дайын болды. Алдымен пакетімізге салып, тестамыз дайын болғанша орап қоямыз. Тестамыз дайын. Фаршты өткізіп, пиязды мен блендердан өткізіп, суын бөлек алдым. Қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін жақсылап жайып аламыз. Екінші бөлігін қойып қоямыз. Осылай қолдарыңызбен бірінші икемге келтіріп аламыз. Осылай ұн сеуе отырып жақсылап жайып аламыз. Жақсылап жайып болған екен, мен осылай баклажанның басын кесіп алып, осылай тұмалақтап кесемін. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out. Бетіне пияз бен болгар бұрышын майға қуырып, осылай жағып жақтым. Ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.